Бүгін біз сіздермен дәмдеуіш қосылған қытырлақ таяқшалар жасаймыз. Ең алдымен ұнымызға тұз қосамыз, оның үстінен күнбағыс майын қосамыз және араластырамыз. Енді оның үстіне 60-70 градус ыстық қайнаған суды қосып, қасықпен араластырып, қолмен жақсылап илейміз. Енді салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта 30 минут тұрды. Енді осылай басып, 4 бөлікке бөліп аламыз. Сосын біреуін алып, осылай жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін, осы видеода көрсетілгендей, осылай кесіп шығасыздар. Осылай көрсетілгендей орап противеньге дізіп шығамыз. Үстінен су жағып шығамыз. Және әртүрлі дәмдеуішті сепсе болады. Енді духовкада 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Міне біздің қытырлақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.